жасайтын боламыз. Бұл 4 бисквитті өте үлпілдек, керемет, әдемді болып шығады және үйдегі кез келген үйден табылатын ингредиенттерден жасалады. Каналымды қолдап, жазылып, аяғына дейін менімен бірге болыңыздар. Жұмыртқа, қант, ұн, тағамдық бояғыш, одан кейін әрлеу үшін вафлиіміз керек, одан кейін міне жерде сливочный майымыз бен сгущенкамыз, ол бізге крем жасауымызға қажет. Енді жұмыртқамызды бір-бірлеп сарысын ағынан ажыратып аламыз. Келесі кезекте жаңағы ажыратып алған ағымызды пенка қылып миксерлейміз. Көбішіген кезде біз әбден осы көбішігімізді ыдысын осылай төңкерген кезде ол ешқандай жерге төгілмеу керек. Осындай жағдайға жеткенге дейін біз көбіршітеміз. Енді осы дайын болған көпіршігімізге қантымызды саламыз. Аз-аздан салып отырып, келесі кезекте жаңағы ажыратып алған сарымызды аз-аздан 2-3 бөлікке бөліп құйып араластырамыз. Келесі кезекте ұнымызды аз-аздан салып, мынадай венчикпен араластырамыз. Оны миксермен араластыруға болмайды.
біз кезекте тағамдық краскамызды қосамыз, бояуымызды. Бізде қою қызыл түс болу керек. Піскен кезде ашық түске айналады. Орадым осылай. Енді бұл менде қазір 22 сантиметрлік
2 ас қасық қантымызды қосып, бұл бисквитіміз өте жұмсақ болып шығу үшін осы дайындалған қоспамызды бисквиттің үстіне аз-аздан құйып шығамыз. Біздің қуыштарымыз әбден суыды. Енді әрлеу үшін вафлиларымызды үгітіп аламыз.